Gazglav деген станция. Gazglav деген қала. Британияның Барнслey деген қаласы. Солтүстік Ирландияның Белфасттың ар жағындағы Англия королевствосына қатысты қаласына жолға шыққан поезд Virgin деген поезд осы жерге дейін келеді, Glasgow қаласына дейін. Енді ары қарай сапарым автобуспен болады. Егерде көрсеңіздер, мына жерде бағын тексеріп жер жатыр. Мына платформа Гарри Поттердағы киноның кішкене елестері болып жатыр. Қызық, мына жерде. Prestwick International Airport, Prestwick Town, Luton here and here. This train is for 6 coaches. Екі нәрседе жүреді. Екі 38-де жүреді. Енді маған Live Aim деген Air таптым. Иә, 234 дейді. Автобусқа жүріп. Қандай таблоларда жазылып тұрады. Сол жерден тауып алып, керекті транспортыңызға отырып, ары жолын жалғастыра бересіз. Сіздерде тек отырған кезде ғана тексереді билетті. Оған дейін билетті тексермейді. Ары кеткенде үлкен қалаларда мынандай жер бар, сол жерде тексеріп метро алысыз. Керекті платформа. Оныз сағат 2:34-де жүреді. Мына жақтан осындай қызықты қойылып жатыр. Менің атымда кетпей жатыр. Бүгін мамыр айының 26-сы, яғни 2018 жылы. Өте қалаланды және станцияның ішіне адам өте көп. Автобус пен пойыздың станциясы бір жерде. Және бұлардың пойыздар одан да қызық. Осындай жерге келіп, трейн тоқтайды. Сосын ары қарай қайтадан жолға шығады. That was just my ticket. Қолым қысқалып тұр. Бүгін ары қарай өзімнің сапарым жалғастыруда. Егерде мына жерде поледа адамдар көрген болсаңыздар, бұлардың барлығы гольф ойнап жүр. Мынандай жаста, мынандай жерде қоңыржай белдеуге үйренген адамдар өте салған жерлердің бірі. Өйткені мұнда күн өте салқын, солтүстікке жақын болғандықтан, жаз айына қарамастан. Қазір 26 мамыр айы. Міне осы жердің табиғаты бұл өзінің табиғатқа деген жайлылығын көрсетеді. Ағаштардың, көгалдың өсіп тұрғанның барлығы. Егерде Қазақстанның өмірімен салыстыратын болсақ, мұнда өмірі өте қымбат. Бүгінгі таңдағы алмастыру құнымен салыстыратын болсақ, мұнда қонақ үйдің бағасы 50 фунт стерлинг. Орта төменгі баға ұсынылады. Ал 1 фунт стерлинг 450 теңге көлемінде. Тамақ жеу немесе осындай бір сусын алу 1,5-2 фунт стерлингке дейін барады. Мен білуімше энергетикалық напиток болу керек, олар тіпті қымбат. Қалыпты тамақ жеу 10 фунт стерлинг. Бұндай жерге келгеннен кейін, егерде келіп жатсаңыздар, қыдырып болсын, демалып болсын, жұмыспен болсын, әртүрлі сайттар бар. Сол сайттардың бірі airbnb.ru немесе booking.com
бұл жерде енді бағындай көп арзан бола бермейді. Және транспорт бетінде бла kart.ru немесе tom.com сайттарын пайдалана аласыздар. Олар өздеріңіздің ақшаларыңызды кәдімгідей үнемдеп жұмсауға өздерінің әбден септігін тигізеді. Өз сапарым жалғастыруда ендігі қала Эйр деп аталады. Бұл жерге автобусқа отырып келесі порт қаласына барамын. Атын нақты дұрыс білмеймін. Немесе дұрыс оқи алмаймын. Қазір алған билетімнің тізбегін көрсетейін. Барнслey қаласынан бастадық, одан Лидске келдік, одан Глазгоуға келдік, одан қазір Эйр қаласына кетіп бара жатырмын. Ендігі қала Cairnryan. Ал қазір сағат 3:35-те Эйр қаласынан түсіп автобусқа барамын. Мұнда бір сағат, бір жарым сағат кетеді. Егер мына видеода көрініп тұрған болса, ар жақта су көрініп тұрған болу керек. Күн шуақты болып тұрғанда сырт дегеніне салған. Эйр станциясына әлі жеткен жоқпыз. Дегенмен судың қасына кетіп бара жатқаннан кейін мынандай көріністерді бейнеге түсіріп алғым келді. Гольф поляс алаңы. Темір жолдың қасында өте керемет жер. Жалпы мынандай көрінісі осы жердің тұрғындары қалай демалу керек екенін білетін сияқты. Және оған ауа райы да бүкіл жағдайлар жасаған. Егер де тарихқа көз жүгіртсек, онда дегенмен сол кезден ақ бастаған сияқты. Өздеріне қазіргі жақсы өмірді.
Қазір міне Белфастқа баратын кемеге загрузка жүргізіп жатыр. Көруге болады. Мына жердегі машиналар біртіндеп кетіп жатыр. Сонымен қатар Британияда басқа Европадағы мемлекеттер сияқты велосипедпен жүру дамыған. Мұнда велосипедпен жүрген арзан шығады. Көруге болады. Мына жерде неге бұлар бірінші кеткені? Премиум деген жазуды көрсетесіздер ма? Яғни қосымша ақша төлеу арқылы бірінші өтіп кетеді. Адамдар да өтіп бастады, ана көрініп тұрған шығар. Мен де сол қазір қатарға қосылып, өзім қол жүгімді алып кемеге жайғасам. Сапар жалғасуда. Дегенмен ауа райы бүгін өте керемет болды. Біздің сапарымыз осы парктың жолымен өтеді екен. Сол себепті біз ары қарай осы жердегі көріністерді түсіріп алсақ па дегенбіз. Мені қазір сол жағымда болады Белфаст Кингстон университеті. Оң жағында бала ойнап жүрген жерлер. Мына осы жердің табиғаты қазір жаз десек те болады. Мамыр айының 27-сі 2018 жыл.
Osonday ko'rmingsizlar.